Құлақ неге шыңылдайды? Мұхаммед пайғамбар миғраж сапарында алып бәйтеректі көреді. Ағаштың жапырағына сан жетпейді. Әр жапырақта өмір сүріп жатқан адамдардың аттары жазылыпты. Пайғамбар Жәбірейілден: бұл не деп сұрайды? Жәбірейіл: бұл адамдардың тағдыры. Кімнің дәм тұзы таусылса, жапырақтың біреуі үзіліп жерге түседі. Жапырақ қиылғанда адамның өмірі қоса үзіледі. Жапырақ жерге түскенше марқұм болған адаммен аттас пенделердің құлақтары шыңылдайды. Яғни періштелер: сенмен аттас бір адам дүниеден өтті, бұл күн сенің де басыңа келеді деп, тірілердің есіне өлімді салып тұрады. Егер ол марқұм пейішке кетсе, тірінің оң құлағы шыңылдайды. Ал егер тозаққа кетсе, аттасының сол құлағы шыңылдайды дейді. Пайғамбар миғраждан қайтқан соң, үмбеттерін жинап алып, оң құлақтарың шыңылдаса, Субханалла деп айтыңдар. Сол құлақтарың шыңылдаса, Астағфиралла деп, тәубе етіңдер деп өсиет айтыпты.